Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде математика сабағы. Математикадан бүгінгі біздің оқитын тақырыбымыз балалар графиктер деп аталады. Кітабымызда 15-ші бетте берілген 84-ші сабақ. Графиктер дегеніміз не балалар? Сендердің міне көз алдарында тұр. Бұл балалар график деп аталады. График қандай да бір шаманың басқаға тәуелділігін көрнекі бейнелеу үшін қолданылатын сызба. Бұны көбінде балалар мәтін есепке қолданған өте жақсы, тиімді болады. Себебі жәнегі өсуін, кемуін осы графикадан біз бірден көре алады екенбіз. Бұл да жәнегі өткен жолы сендермен оқыған диаграммаға ұқсас балалар, бір түрі деп айтсақ та болады, графика деп аталады. Өсуін, кемуін анық көреміз. Әсіресе мәтін есептерде өте қолайлы. Енді кітабымыздың 16-шы бетінде берілген 3-ші А тапсырмаға қарасақ, балалар былай дейді. Фермер өзінің егістігін велосипедпен аралады. Графиктегі көлденең ось ол жәнегі қозғалыс уақыты. Міне, көлденеңнен беріліп тұр, бұл бізде уақыт, мына жерде мен сағат деп белгілеп қойдым. Ал тігінен берілген көрсетілген ол бізде ара қашықтық, міне S километр көрсетіліп тұр. Яғни бізге былай дейді, бір сағат ішінде жүрген жолы нүктемен белгіленген. Міне балалар, бір сағаттың ішінде жүрген жол бізде нүктемен белгіленіп тұр. Бір сағатта яғни 20 километр жүреді. Ал 2 сағатта 40 километр жүреді. 3 сағатта 60 километр, 4 сағатта 80 километр жол жүреді екен. Енді балалар, осы нүктелерді біз бір-біріне қосатын болсақ, онда бізде мынандай сәуле пайда болады. Бұл сәулені біз балалар былай деп айтамыз. Қозғалыс графигі дегеніміз. Міне, мына сәуле бізде қозғалыс графигі деп аталады екен. Байқасаңдар балалар, өсіп келе жатыр, иә, міне мына жерге келген, ары қарай міне өсуді біз байқадық. Бұл бізде жәнегі есептің берілген осындай графикаға салған екенбіз.